Ассаламу алейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге түркі халқының бөрек тағамын дайындап көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін ыдысымызға жарты шай қасық тұз, салқын сүт, бір дана жұмыртқаны салып жақсылап араластырып, үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жұп-жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды бірден теңдей етіп 5 бөлікке бөліп аламыз. Дөңгелетіп ыдысымызға орналастырамыз да салафанға салып 10 минуттай тындырамыз. Тынған қамырды қатты жұқа етпей жайып аламыз. Тәрелкемізді сұйық маймен майлап, қамырды орналастырып, әр қамырдың ортасын жақсылап майлап аламыз. Қайтадан салафанға салып, жарты сағат шамасында тындырамыз. Осы аралықта табамызға аздап май құйып, тартылған етімізді салып, кішкене қуырып, үстінен ұсақтап туралған пиязымыз бен картобымызды салып, дәміне қарай тұз бұрышын қосып, 5 минут шамасында қуырып аламыз және де міндетті түрде суытамыз. Тынып тұрған қамырымызды дәл видеодағыдай қолымызбен тартып отырып, осылай жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Суыған салмамызды салып, бір шетінен орап аламыз да фольга немесе пергамент төселген қағазымызға орналастырамыз. Бір дана сарыуызға 1-2 ас қасық сүт қосып, дәл осылай бетінен жағып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Ас болсын, жасап көріңіздер.